өзін жеке тұлға ретінде қалай жаңағы басқаруға болады, жаңа тұлға ретінде қалай қалыптастыруға болады, сол туралы ақпарат беремін. Өткен жолы айтып кеттім. Енді бүгін сол 8 жаттығудың адам өміріне қандай өзгерістер әкелетіні туралы қысқаша айтайын. 8 жаттығу бірінші жаңағы адамның күнделікті тұрақты түрде шынайы күлу арқылы энергиясын көбейту. Одан кейін өзінің ойдағы теріс ойлардан өзін бақылап басқару, солар тазарту. Үшінші сау бол жаттығу, денсаулық жаттығу. Өзінің денсаулығын қолға алу жолдарын көрсетемін. Үшінші жаңағы ашу ызадан өзіңді қалай бақылап тоқтата білу. Одан кейін жаңағы патшайым мен патшалардың, баяғы король мен королеваларды неге адамдар соншалықты құрметтеп солардың сөзін тыңдаған, соның техникасы. Одан кейін улы ақпараттар, сырттағы болып жатқан әртүрлі жаман іс әрекеттерден қалай өзіңді қорғаудың жолдарын. Одан кейін жаңағы аудиотренинг, то есть аудиотренинг арқылы өзіңіздің мақсаттарыңызды қалай іске асыруға болатыны туралы ең соңғы жаттығу, ол ұлы мақсат. Осы ұлы мақсат арқылы сіз соны саналы түрде оқып түсіну арқылы өзіңіздің мақсатыңыздың қандай мақсатқа жататынын анықтайсыз. Қазіргі сіздің істеп жүргеніңіз ұлы мақсатқа жата ма, жатпай ма? Егер сіздің мақсатыңыз кішкентай болса да осы әлемге немесе белгілі бір адамдарға, белгілі бір жағдайларға көмек тиетін болса, соған лайықты сіз мақсатыңыз қалай өзгерте аласыз және іске асыра аласыз. Ұлы мақсатыңыз, сіздің мақсатыңыз ұлы мақсатпен жаңа байланысқан кезде сізге Алла тағала ғаламнан арнайы күш келеді, күш-жігер беріледі. Солай сіздің де мақсатыңыз ұлы мақсатта іске асады. Енді бүгін жаңағы сол 8 жаттығудың алғашқысы 200 күлкі туралы айтайын. 200 күлкінің шығу тарихы. Индияда бір медик, қарапайым семьяда шыққан медик баяғы кезде жаңағы статья жазады, өзінің адамдарды жаңағы операциядан шыққаннан кейін көңіл күйін қалай көтеруге болады деген тақырыпта жаңағы статья жаза бастайды. Сөйтіп соны статьяны жазып болып, енді жинақтап соны печатқа берейін деген кезде жаңағы идея келеді. Мен неге адамдарды ауырып операция түскеннен кейін оларға күш қуатын көтеретін методиканы беруім керек. Мен сол жаңағы операцияға түспей тұрып, ауырмай тұрған кезде олар ауырмайтын методиканы істейін деп, өзі сол айналасындағы өзі сияқты қарапайым адамдар бәрін жинап алады да жаңағы күлкі жаттығумен айналысады. Сөйтіп күлкі жаттығумен айналысып белгілі бір уақытта сол адамдардың жағдайының өзгергенін көреді. Бір ғана күлкі жаттығу арқылы. Ол жаттығуды көрсетемін. Бірақ толық ақпаратын арнайы оқудан өткенде түсінесіздер. Бүгін сол толық жаттығуды, енді осы 8 жаттығуды кім әкелді бізге? Бұл бір-біріне тіркескен жаттығу толық өткен кезде ғана сіздер өз өмірлеріңіз басқарып, бақылап, сыртқы және ішкі теріс ақпараттан құтыласыз және ұлы мақсатқа қалай жаңа өз мақсатыңызды байланыстыруды аудиотренинг арқылы және қосымша іс-әрекетпен қалай жетуге болатын күнделікті сіздің күш қуатыңыз тасып жүретін жағдайға жетесіздер. Ол үшін арнайы оқудан өтуіңіз керек. Ол үшін менімен хабарласып анық-қанығын білсеңіздер болады. Енді жаңағы шығу тарихы, осы 8 жаттығуның шығу, интеллектуалдық жаттығуның шығу тарихы. Владимир Довган, миллиардер, сол жаңағы белгі бір жаттығудың көмегімен өзі жаңа тұлға етіп қалыптастырады. Сөйтіп әлемдегі бүкіл шығыс пен батыстың адамзатқа ең пайдалы методикаларын жинайды. 350-ден астам. Соның ішінен ғылыми түрде дәлелденіп 400 мыңнан астам адамға нақты эксперимент жүргізіліп, және өзі сол эксперименттен өтіп 350 жаттығудың ішінен 8-ін ғана адам заттың өміріне сонымен бірге әлемге үлкен үлесі бар екенін
ғылыми тілде дәлелдеп осыны адамдарға 2017 жылдан бастап айтты. 2019-дың қаңтар айынан бастап онлайн арқылы, жаңа пандемия шыққан кезде онлайн арқылы тез таралуына мүмкіндік жасады. Қазір 65 елде 25 тілде осы онлайн интеллектуалдық жаттығулар халыққа, адамзаттарға беріліп жатыр. Мен де соның бірі, өзім оқыдым, алдым, үйрендім, және қосымша интеллектуалдық жаттығуларды жүргізетін мастер интеллект тренер деген лицензиясын алып, қазір адамдарды оқытып, үйретіп жатырмын. Енді менің де осы адамзаттарға бір көмегім тисін деп, сол 8 жаттығуды жаңағы 10 күн бойы сіздерге өтемін. Ең соңғы күн қорытындылау күні. Қорытындылау күні сіздер сол 10 күндік менімен бірге жаттығуды қайталап, содан қандай өзгерістер болғанын күнде жазып отырасыздар. Бүгін күлкі жаттығу туралы мен сізге мағлұмат бердім. Енді соны қалай жасауға болады, сол туралы көрсетейін сіздерге. Ол үшін сіздер не істейсіздер? Үйден таңертең тұрған кезде мұны таңертең істеу керек. Таңертең тұрған кезде жаңағы былай қолыңызды көтеріп, денелеріңізді жаңағы қимылға енгізіп аласыздар осылай. Сөйтіп, үйдегілердің бәріне ескертіп қоясыздар. Мен бүгін жаттығу жасам, бәрімізге пайдасы бар деп өзіңіз жаттығып үйрене бастайсыз. Сөйтіп, жаңағы даусыңызды былай шалқайтып, деп күлесіздер. Одан кейін сондай алғаш кез бүйтіп деп әртүрлі дауыспен шығарасыздар. Мысалы, деп сөйтіп дауыспен шығарып, әртүрлі үнмен шығарасыздар. Солай, егер сіздердің дауыстарыңыз шықпай жатса, мына қолыңызды мынандай ұстап, мені көріп тұрсыздар, осылай ұстап, былай күліп атқан кезде шалқаясыздар, сонда мені егер мазаларыңыз болмай жатқан өзінде жайлап күліп, мына көкіректеріңіз ашылуларыңызға мүмкіндік болады. Енді біздер бірінші сол денеміз дайындап алдық, одан кейін біздер жасанды күлкі арқылы шынайы күлкі өтеміз. Ол үшін біз